Сәлем достар, бүгін манты пісіретін боламыз. Дәмі керемет, тіл үйіретін манты жасаймыз. Енді сочный манты. Бірінші бізге қамырын жасап қоямыз. Бір жұмыртқаға илейміз. Қамырымыз қатты да емес, және өте жұмсақ болып кетпеу керек, орташа болған дұрыс. Осылай илеп аламыз. Өте жақсылап илейміз. Илеп болғаннан кейін қамырымызды 20 минутқа демалуға қойып қоямыз. Иін қандырып қоямыз. Оған дейін біз мантымыздың салмасын дайындаймыз. Аршып алған дайын көкөністерімізді тураймыз. Бізге картошкамыздан бастаймыз. Картошкамызды осылай бірінші домалақ қып турап аламыз. Одан кейін соломка қып, артынан кубиктап турап шығамыз. Барлық көкөністерімізді кубиктап тураймыз. Қатты үлкен болып кетпеу керек, орташа. Бәрін әдемілеп турап шығамыз. Осы жолы асқабақтан болады манты. Асқабақтың адамның ағзасына пайдасы көп. Мантымыз асқабақтан. Асқабақты да кубиктап турап шығамыз, майдалап. Өте дәмді болады. Барлық көкөністерімізді осылай турап шығамыз. Пиязымызды тураймыз. Пияз көп болса, соншалықты салмамыз өте жақсы болады. Мантымыз жақсы сочный болып піседі. Пиязды да осылай турап аламыз. Барлығын турап алдық, дайындап алдық. Енді тартылған етімізді де осының үстіне салып, барлығын бір ыдысқа салып, осылай дайындаймыз. Тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосасыздар. Одан кейін мантымыздың майлы болсын десеңіздер, құйрық майдан да кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Құйрық майды да майдалап турап, салмамызға қосып жібереміз. Салмамыз дайын болды. Осының үстіне тұзымызды саламыз. Қатты ащы болып кетпеу керек. Көз мөлшерде салдым мен. Қазір араластырғаннан кейін дәмін көреміз. Жеткіліксіз болса, тағы да қайтадан тұзды қосамыз. Кішкене сұйық майдан қосамыз. Осылай барлығын қолымызбен араластырып шығамыз. Бүкіл жеріне, барлық жеріне тұзымыз тиетіндей, майымыз араласатындай, барлығы араласу керек осылай. Қолмен араластырған жақсы, барлығы бірдей араласады. Қасықпен де араластырсаңыздар болады. Осындай салмамыз дайын. Енді бетін жауып, бір шетке қоямыз. Оған дейін нанымыз да дайын болды. Қамырымызды енді 2-ге бөліп алдым. Сіздер 2-ге, 3-ге бөліп алсаңыздар да болады. Қалай ыңғайлы сізге. Енді қамырымызды дайындап қоямыз. Қамырымызды біреуін алып, шетінен жайып бастаймыз. Осылай ыңғайлы болу үшін бірінші басып-басып жұқа қып жасап аламыз.
Енді жайып бастаймыз қамырымызды. Қамыр жұқа болу керек. Қамырымыз дайын. Осылай шет жақтарын барлығын біркелкі етіп жаямыз. Қалың болып кетпеу керек. Шеті қалың, ортасы жұқа болып қалса да болмайды. Қатты жұқа болып кетпеу керек, жыртылып кетуі мүмкін пісіп жатқан кезде. Сол үшін біркелкі етіп жаямыз. Қамырымыз дайын. Енді осыны кесеміз, 4 бұрышты түрде кесеміз. Артық шеттерін алып тастаймыз. Қалың болып кеткен артық шеттерін аламыз. Барлығын бірдей етіп, біркелкі етіп кесіп аламыз. Осылай алдын ала дайындап қоямыз. Қазір салмасын салып бастаймыз. Міне қараңыздаршы достар, өте әдемі болып шықты. Қатты қалың да емес, жұқа да емес. Әдемі, керемет болды. Оған дейін мантоваркамыздың бір листін алып, сұйық маймен майлап қоямыз. Мантымыз жабысып қалмас үшін астын осылай майлаймыз. 4 бұрыш кесіп қойған тестамызға осылай мантының салмасын салып шығамыз. Барлығын осылай салып аламыз. Содан кейін шетінен бастап түйіп шығамыз. Мантымызды классикалық түрде түйетін боламыз. Бірінші 4 жағын бір-біріне айқастырып аламыз. Одан кейін жандарын жабамыз. Өте әдемі болды. Барлығын осылай дайындап аламыз. Дайын болған мантыларымызды мантоваркаға шетінен салып бастаймыз. Барлығын осылай саламыз. Қатты бір-біріне жабысып қалмау керек. Піскен кезде жабысып қалуы мүмкін. Осылай салып шығамыз барлығын. Салып болғаннан кейін мантымыздың бетін тағы да майлап шығамыз сұйық маймен. Піскен кезде сочный болып, әдемі болып көріну үшін, құрғақ болып қалмас үшін осылай майлап шығамыз. Алдын ала суымызды қайнатып қоямыз. Қайнап тұрған суға мантымызды саламыз. Мантоваркамызды қоямыз. Мантымыз 40-45 минутта піседі. Осындай өте дәмді, сочный болып пісті. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өте дәмді болды. Ас болсын.